Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біздер бүгін шөп шабуға келген. Таңғы сағат 5:30-нан осы жерде болдым. 5:30-да. Енді шөп шауып жатсам, мынандай бір моторчикпенен біраз шауып тастадым. Енді мына жақтан бастап. Бүгін бір қызық жағдай болды. Мына жері бір тықылдайды да. Не тықылдайды деп оны таба алмай, сонда да енді шаба бердім. Мына жақта тамағым не тұр? Бензин, май. Сөйтіп таба алмай не тықылдаған, шаба бердім. Бір кезде мынау қыза бастады. Қалыпты жағдайдан қарағанда қаттырақ қыза бастады. Сонымен ойлап, қой мен бұның багын ашайын деп, ішіндегі бензин құйып алып, багын ашып, бірінші мынау недегі сапуын тазаладым, крышкедегі ауа жіберетін сапуынды. Сосын фильтрін тазалайын деп алып атсам, мына фильтрін өтіп шығарып алдым да ішінен. Алсам, мынау түсіп қалған, мынау фильтрін ішіндегі несі түсіп қапты да, мынау бөлек жатыр екен. Енді соны қайтадан орнына салып, соны тағы да қайтадан көрейік деп жатырмыз, қалай болады екен. Соны тықырлап атқан не екен десе, мынау басындағы жылтырақ темір бар емес пе? Сол ана бензобактың ішінде ойнап жүр екен да. Бір нәрсе тықылдайды, не тықылдайды деп онша қатты мән бере қоймап едім. Осы екен. Мына шөп шабатын құрылғымыз жақсы болды. Бензин жақсы келетін болды бұрынғыдан. Енді содан кейін жаңағы фильтрін, яғни сүзгісін орнына қойып дұрыстап жөндегеннен кейін тағы да неше қатар, бір 5-6 қатар шауып тастадым. Ойлаймын қазір неке шапқан шөбім бір рет алған кезде шамамен мен ана жерден бастап мына жерге дейін шамамен бір 2 метрдей жерді алып шауып отырмын бір жүрген кезде. Барып қайттан келіп, яғни атжал дейді бізде, оны атжал етіп шауып жатырмын. Яғни мынау жабылған жал менен анау шабылған жалдың арасы 4 метр. Өйткені 2 метр мына жерге дейін 2 метр, одан кейін бер жағы тағы да 2 метр. Сонымен бұл құрылғы биыл алған едім, өзіме былай ұнады. Салмағы енді өте қатты ауыр емес, ыңғайлы. Бұның бір жақсы жері өнімді, аз ғана бензинменен біраз жер шауып тастауға болады. 1 литр бензин, мен ойлаймын, шамамен 1 сағатқа шауып тұрған кезде жетеді. Шөп шауып тұрған кезінде жетеді. Және қарапайым құрылғы. Бір моторчик қарапайымда, сонысы маған ұнады. Яғни өзім жөндеп кете бере алатын, жаңағыдай қосалқы бөлшектері табылады, бұзылып қалған жағдайда. Қытай болсын, неміс болсын, Корея болсын, қай мемлекеттен шыққан болса да бәрібір техника болғаннан кейін ол бұзылады, оған қосалқы бөлшек керек болады. Ал бұған табылады, ол жақсы екен, маған ұнады. Бағасы бағасы 41 мың ғой, енді 40.900-ге алған едік. Бірақ мынау біздің қазір шапқан шөбіміздің өзі, осы уақытқа дейін шапқан шөбіміздің өзі, оның бағасынан әлдеқайда асып кетті. Өз бағасын, өзінің құнын осының өзінде ақтап тастады. Яғни мынау қазір мен өзімнің шапқан, осы кезде шапқан шөбімнің өзі неке. Шабылмаған жағы, шабылмаған жағы жайқалып өсіп тұрған. Мына жағдан кейін, одан кейін былай шабылған. Мына жағы шабылған. Ой, шөп. Шабылған шөп. Бір жал. Екінші жал. Ат жалды шапқан. Біздер енді оны жал дейміз, бір кісілер бал деп те айтады екен. Шабылған шөпті. Шөптің сапасы жақсы. Темір жолдың бойында жақсы жерде шабып отырмыз. Мал түспеген жер жазда мінекей. Шөптің басындағы дәндері бар әдемі.
Мындай жапырақ шөптер. Біз енді ұсақ малға шабып жатырмыз ғой. Бізде ешкі, асыл тұқымды ешкілер бар, қойлар бар. Соларға шабып жатырмыз. Міне тағы да бір жал, неше жал? 4 жал болды ма? 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу. 7 жал шапамыз. Ал мына жағы өткенде кеп шауып кетіп едім. Бұлар әлі жиналмай жатыр. Бұны жинау керек мінекей. Бұл да солдай шөп, бірақ кепкен. Кепсін деп өйстіп тапса кетіп едік. Арғы жағы әне. Көшілер кел жатыр, көшілер. Шөп шабатын көшілер кел жатыр. Ар жағы әне өткенде шауып, жинап, үйіп кетіп едім. Мына жерде азын-аулақ тамақ бар. Өзімен бірге алып келген суым бар. Наным бар, шайым бар дегенде. Бана осы жерден бастадық қой. 7 жал, 7-не 4-ке өткенде 4 метрден арасы шамамен 28 метр ма? 28 метр. Тағы да бір 28 метр шапсам, ары қарай жетіп қалады. Бүгіндікке бұйыртса рахмет, осыған да шүкір Аллаға.